Бәріңе сәлем достар, сіздермен мәңгілік футбол арнасы. Біз сіздермен кезекті футбол жаңалықтармен бөлісуге дайынбыз. Бізге қолдау көрсеткіңіз келсе, лайк басып, каналға жазылсаңыздар жеткілікті. Біз сіздер үшін видео шығаруды тоқтатпаймыз. Көп созбайық, біз бастаймыз. АПЛ-де чемпиондыққа деген жарыс аяқталды. Мерсисайдықтар екінші орын алып, Манчестер Сити чемпион болды. 38-ші турда қалалықтар Астон Вилланы 3-2 есебімен ұтса, Ливерпуль Вулверхэмптонды жеңді. Ойыннан кейін клуб чемпиондар жайлы өз ойымен бөлісті. Манчестер Сити мен Хосеп Гвардиоланы шын жүрегімен құттықтаймын. Астон Вилла мен Вулверхэмптонге де интриганы соңына дейін ұстағандары үшін алғысымды білдіремін. Бәрі біз ойлағандай болмады. Бұл нағыз америкалық жарыс болды. Мен нәтижені білген жоқпын. Бірақ Ман-Ситидің 1-0 есебімен ұтылып жатқанын естідім. Есеп 2-0 болғанда бізде үміт пайда болды. Егер Ман-Сити бірінші таймда 5-0 есебімен ұтқанда, біз асықпай ойнай беретін едік. Бүгін біз жақсы ойын көрсете алмадық. Мен 92 ұпай өте керемет жетістік деп есептеймін. Мбаппе не үшін Парижде қалғаны жайлы сұхбат беріп, Бензема мен Роналдудың Мбаппені сатқын деген сөзіне жауап берді. Мен осы жерде басқа клубтарға қарағанда өсе алатынымды байқадым. ПСЖ өте жоғары деңгейде өнер көрсетуге мүмкіндік ашатын команда. Мен Францияда туылдым, өстім және өмір сүріп жатырмын. Мен осы жерде бақыттымын. Мен клуб президентіне түсіністігі мен төзімділігі үшін алғысымды білдіремін. Мен қолдап отырған жанкүйерлерге де алғысым шексіз. Біз бірге болсақ қана үлкен жетістіктерге жете аламыз. Роналду мен Бензема мені сатқын дейді. Мен ешкімді сатқан жоқпын. Мен Реалға уәде берген емеспін. Мен өз үйімде қалдым. Париж менің шын үйім. Мен бұл жерде көп уақытымды өткіздім. Мен соңына дейін болашақта қайда болатынымды айтпадым. Тек бірнеше күн бұрын ғана президентпен бірге өз шешімімді жарияладым. Мен Реалға ауысамын деп уәде берген жоқпын. Бұл құр сандырақ. Мен ПСЖ-да ойнаймын және ойнауды жалғастыра беремін. Маған бұл жайлы кім не десе де бәрібір. Париж менің үйім және мен мұнда бақыттымын, деді француз өз сұхбатында. Ал Карло Анчелотти болса Мбаппе трансфері және Роналдудың қайтып оралуы жайлы өз ойымен бөлісті. Мбаппе өз таңдауын жасады және бұл үшін оны кінәлай алмаймыз. Бірақ ол енді өзі қатты қаласа да Реал сапында ешқашан ойнай алмайды. Ол бізге уәде берген, бірақ сөзінде тұра алмады. Енді бізге жаңа шабуылшы керек және біз оны іздестірудеміз. Біз Роналдуды қайтару нұсқасында қарастырып отырмыз. Егер біз Чемпиондар лигасын жеңсек, Роналдуды қайтаруға бар күшімді саламын деп уәде беремін. Пересте қарсы болмайды деп ойлаймын. Роналду әлі 2-3 маусым керемет ойын көрсете алады және ол мансабын Реал сапында аяқтағанын қалаймын. Реал ойыншылары да жанкүйерлері де Роналдудың қайтып келгенін қалайды деп ойлаймын. Бірақ қазір бар күшімізде Чемпиондар лигасының финалына жұмсауымыз керек, деді Анчелотти ас басылымына берген сұхбатында. Реал Мадрид Холландпен келіссөздер жүргізуден бас тартқан болатын. Әрине Мбаппе үшін. Егер Реал Холландпен келісімге келгенде, бұл Мбаппенің ауысымына кедергі келтірер еді. Енді Реалға Холландты да Мбаппені де алмастыратын ойыншы табу керек. Және Реал өз шабуыл шебін толықтай жаңартпақшы. Ас басылымның хабарлауынша команда шабуыл шебінде ойнайтын жаңа ойыншыларды тауып қойды. Корольдік клуб Кристофер Нкунку, Рафаэл Леау, Дарвин Нунес, Харри Кейн және Левандовскиймен келіссөздер жүргізуді жоспарлап отыр. Қазіргі Бенземаның ойынына қарап, Реалдың тағы бір шабуылшы іздеп жатқанына сұрақ туғызады. Бұдан бұрын Реал Кейнге қызығушылық танытқан. Ойыншының өзі де Реалға келуге қарсы емес. Негізі екі шабуылшының болғаны артық етпейді. Ал Левандовский болса Барселонаға ауысқалы жатыр. Бірақ Барселонаның полякқа ақшасы жете ме, әлде жетпей ме әлі белгісіз. Кейбір басылымдардың хабарлауынша Лева Барсамен келісімге келіп қойған. Бірақ егер Барсаның ақшасы жетпесе, Реалға мүмкіндік туады. ПСЖ-ның Мбаппемен жасаған келісімшарты тек Реалды ғана емес, Ла Лига президентін қатты таңқалдырды. Енді Ла Лига президенті Хавьер Тебас өзінің сүйікті командасы Реал Мадрид үшін барынша күресетін болады. Ла Лига УЕФА-ға Мбаппенің келісімі бойынша шағым жазды. Жіберілген хатта ПСЖ-ның шығыны өткен жылдың өзінде 700 миллион евроны құрағанын және осы жылы команданың жалақы қоры 600 миллион евродан асып кеткені жазылған.
Бұл Хавер Тебастың PSG-ның үстінен бірінші рет шағымдануы емес. Өткен жолы PSG-ға санкция салынған болатын. Бірақ спорттық арбитражды сот бұл санкцияларды негізсіз деп танып, PSG-дан барлық айыптарды алған болатын. Шейхтар бұрыннан UEFA мен жақсы қарым-қатынаста. Бұл жерде де барлығын ақша шешеді. Алдында ғана PSG Чеферинді қолдап Суперлигаға қосылмаған болатын. Осылардан кейін Хавер Тебастың PSG-ның жазаланатынына сенетіндігі күлкілі. Достар, бүгінгі жаңалықтар осымен тәмәм. Соңғы жаңалықтарды өткізіп алмау үшін каналға жазылып кетуді ұмытпаңыз. Бүгінгі жаңалықтар бойынша өз ойларыңыз болса комментте жазсаңыздар болады. Ал біз қоштаспаймыз, келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.